Сәлеметсіздер ме? Біліп жүремге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Кейде болады, біз айына қанша төлейтінін ұмытып қаламыз. Біз ондай жағдайда мына көрінді екенбіз, Home Credit банктың несі приложениесі, қызылға басамыз. Одан кейін біз мына жерде қараңыз, менікі 93 мың емес, мен кішкене алдын ала сәл-пәл 1-2 мыңға алдын ала төлеп тастағанмын. График погашения деген бар, мына астында басамыз. Одан кейін мына қараңыз. 95 келесі жылы 95 ішпеймін, жемеймін деген сияқты ғой. 95 сөйтіп кете береді. Сондай қызығы бар. Уже мына жақтан да біліп отырады, оплачен, жасыл. Но алдында чуть-чуть алдын ала предоплачен, қарамайды. Просрочен уже. Акционный платеж деген мен түсінбедім. Отсрочка деген ана Home Credit банкте өзің финансовый защита сатып алсаңыз, сізге отсрочка береді. Вознаграждение за отсрочку дейді. Уже не просрочка нетпеген үшін. Так. Өзіңіздің шотыңыздан төлей аласыз. Сумма, общий сумма, вообще процентімен 5 жыл бойы ровно төлеп келсем, чистый қанша алғаным, кредитный договор, одна ауыстыра аламын деген сияқты. Біліп жүремін жазылып, осы видеоға досрочно қанша жабу керек деген сияқты. Біліп жүремін жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Көріп тұрсыздар.